Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге сәбізден жасалған аш салаттың рецептін бөлісетін болам. Дәмі керемет болып шықты. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасау жолы өте оңай және ұзаққа сақталатын аш салаттың рецептін менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен 1 келі сәбізімізді сыртын ашып, жақсылап жуып алып, үйіміздегі қалаған теркіден өткізіп аламыз. Сәбізіміз құрғақ және бос болмауы қажет. Осылай барлығын теркіден өткізіп аламыз. Енді соусын бөлек дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 8 дана орташа көлемдегі чесногымызды езіп аламыз. Чесногымызды езіп алдық. Енді үстіне 3 ас қасықтай қант саламыз. Және 1 қасық немесе 1,5 қасықтай тұз саламыз. Дәміне қарай көресіздер. Және уксустан 3 қасық құямыз. 9% немесе 10% қойсаңыздар болады. Және 2 ас қасық кориандр саламыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз қыздырылмаған. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Соусымыз дайын болды. Енді сәбізіміздің үстіне құя берсек болады. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қолымызға қатты күш салмай араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде салатымыздың суы да жақсы шығады және дәмі де керемет болады. Салатымыз ұзақ уақытқа сақталады, ашып кетпейді. Күнделікті тамаққа қосып жесеңіздер болады. Міне біздің сәбізден жасалған аш салатымыз дайын болды. Дәмі де түрі де өте керемет болып шықты. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.